Баршаңызға қайырлы күн. Айт мерекесіне өте оңай, әрі жеңіл және дәмді салат дайындаңыз. Ол үшін біз картофельный пайды бірінші дайындап аламыз. Бір картошканы жақсылап теркадан өткізіп, суға салып, крахмалын бәрін кетіріп аламыз және оны құрғатамыз. Қызып тұрған отта хрустящий етіп пісіріп аламыз. Тұз ештеңе қоспаймыз. Енді қиярымызды соломка етіп турап, колбасаны да тура осылай соломка етіп тураймыз. Және жұмыртқамызды да осы формада турап шығамыз. Барлығын біріктіріп, дәміне қарай тұз салып, майонезімізді қосып, араластырып аламыз. Енді тарелкемізге салатымызды салып, бетіне картофельный пайымызды саламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.